ғалымдар айтады, ертең өлетіндей құлшылық жаса дейді, мәңгі өлмейтіндей тіршілік жаса дейді. Құлшылық пен тіршілігімізді тең алып жүруіміз керек. Құстың екі қанаты бар сияқты. Біздің қазақ болумен қатар исламға біздің ешқандай қарама-қайшылығымыз жоқ. Біздің салт дәстүрімізде де, біздің өзіміздің болмысымызда да шариғатқа қарсы келетін дүние жоқ. Керісінше, біздің сол кешегі қазақ болып, осы салт дәстүр қойылған көптеген дүниелеріміз қайта ислам дініне тәрбиелеген бізді. Соны бүгінгі күндегі көптеген жастарымыз былай деп түсінеді. Дін ислам ол тек арабтардан ғана келу керек деп. Жоқ, ол емес. Дін ислам ол Құран. Құран және пайғамбарымыздың сүннеті. Және одан кейін барып бізде ислам шариғатында 4 асыл бар. Біріншісі Құран, екіншісі сүннет пайғамбарымыздың, үшіншісі ижма, төртіншісі қияс. Осы 4 нәрсеге сүйенеміз негізге. Біздің қазақтың болмысы ешқашан ислам дініне қарсы келетін дүние болмаған. Бізге тіпті арабша Құранды айтпаса да, хадисті арабша жеткізбесе де, сол біздің қазақтың кешегі болмайды, ұят болады, обал болады, Құдай көріп тұр деген сөзбен өскен халықпыз. Міне, сонымен біз тәрбие алған халықпыз. Алла субханаху ва тағала Құран кәрімде мынандай бір аят келтіреді. Афала тағилун, афала тадаббарун, афала тубсирун. Алла тағала Құранда айтады, ақылға салмайсыңдар ма? Жан-жақтарыңа қарамайсыңдар ма? Ойланбайсыңдар ма дейді. Құдай тағала бізге ақыл берді, ой берді. Ақ пен қараны айыратын халдеміз ғой. Сондықтан пәленшенің айтқаны сондай екен деп шауып кете беру, ол әрине надандық.